Сәлем достар, бүгін сендермен мен Асқар Нұрқасан және қазақша бейне сабағанасы. Бүгін сендерге көрсететін сабағым ол қалай гаджет жасау. Ол үшін бізге қандай программа керек? Ол үшін бізге арнайы гаджет жасайтын өзінің программасы болады. Осындай көріп тұрғанымыздай, оны сіздер менің осы бейненің астынан жүктейтін орнын көре аласыздар. Міне ең бірінші осыны ашайық. Енді ашық тұр екен, осындай бірінші бет ашылады. Сосын бізге керек C-де бар гаджет деп. Осыған кіреміз. Сосын мұнда өзіңіздің гаджетіңіздің атын жазамыз. Мысалы Travis мой гаджет деп. Сосын фон керек жоқ. Далее керек, мысалы мұнда керек болса өзіңіздің музыкаңызды қоюға болады, керек емес болса керек емес. Далее баса бересіз. Сосын автор, өзіңіздің автор атыңызды жазуға керек. Мысалы адрес в интернетте сайтыңызды жазуға болады, қандай жерде сайт не бар екен, гаджет бар екен. Сосын және описание, мой гаджет, гаджеттің аты керек жоқ. Мысалы бізге иконка өзіңіз білесіздер, керек болса аласыздар, керек емес болса керек емес. Сосын далее, тағы да далее. Сосын осындай 3 кнопка пайда болады. Мында удалить етеміз. Қалай удалить етуге болады? Delete перне тақтадағы делете батырмасы осыған басып тұрып, мышканың сол жағымен басып, делете батырмасын басасыз. Сол кезде осылай басамыз, сосын делете батырмасын басамыз, осылай делете батырмасын. Сол кезде ішіне пусто болып тұрады, көргеніңіздей. Сосын ең бірінші бізде мындай тема жазылып тұрады, шаблондар. Қалай мысалы үлкейтуіңіз келсе, осыдан дәу қылуыңыз келсе, үлкен қылуыңыз келсе, үлкен қыласыз, кішкентай қылуыңыз келсе, кішкентай қыласыз. Мысалы осылай болып тұрсын қазір менікі. Көріп тұрғаныңыз осылай болсын. Сосын мұнда керек бізге бір шаблон таңдап аласыз өзіңізге қалеген. Мысалы мынау немесе мынау шаблонды қою үшін сол шаблонға мышканың сол жағын 2 рет басасыз. Мысалы көріп тұрғаныңызда қойылды не? Мысалы маған мынау ұнап тұрыпты. Енді оған қалай файл немесе кнопка қосайық. Мысалы оған кнопка қосу үшін мұнда кнопка деген жазылады, өзіңізге қалеген кнопкаларды аласыз. Мысалы мен алайын, әдемі кнопка. Сосын осы кнопкаға мышканың сол жақ шетін 2 рет тағы басамыз. Сол кезде осындай параметр ашылады сол кнопканың. Сосын carry brand дегенде имясын өшіреміз. Сосын ол кнопканы мысалы Counter Strike дейді. Strike. Counter. Бірде 6. Подсказка керек жоқ. Мысалы мен сондай болып тұрсын. Мысалы онда запустить файл деп көрдік. Запустить файл үшін бізге керек ол. Мысалы запустить мұнда действиясын орнына сол кнопканы басқан кезде қандай зат ашылуы мүмкін. Мысалы сізде файл ашылуы мүмкін, қалегіңіз қандай сен мысалы өлең айтуы мүмкін, немесе бір папка ашылуы мүмкін, немесе активный страница бір Google-да бір страница ашуға болады, мұнда өзіңіздің сайт немесе басқа страницаны ашуға болады. Отправить письмо жіберуге болады почтаға. Мысалы біз запустить файл деп, оны файлды көрсету үшін бізге керек Counter Strike 1.6. Вот көріп тұрғанымыздай. Бұл емес бізге керек, мысалы бізге керек Counter Strike 1.6-ны тауып. Мынау немесе жарайды, мынаны бастасайық. Окей. Сосын тағы да окей батырмасын басамыз. Көріп тұрғанымыздай бізде Counter Strike 1.6 деген жазу шығады. Оны көрінбей қалып, сондықтан біз кішкене үлкейтеміз. Мұнан да фонды да үлкейтеміз. Көріп тұрғанымыз. Сосын мұнда бізде кнопка өзіңіз пайда болады. Көрдіңіздер ғой. Енді бұны Counter Strike енді. Тек қана Counter Strike болмау үшін мысалы басқа да мұнда кнопкалар қосылады. Мысалы мен бүгін бір кнопканы көрсетейін. Мысалы осында үлкейтіп қоюға болады басу үшін. Басқанда жаңа Counter Strike ашылады. Сосын енді бізге керек тағы да бір кнопка қосып қойып. Өздеріңіз білесіздер,
кнопка косулганыңыз келсе кососуздар, косулганыңыз келмесе коспойсуздар. Міне биздин гаджетimiz уже аяктала баштады, аякталууга жакын. Сосын далее дегенди басаңыз, далее батырмасын басаңыз, сосын да өзүңүздүн мында сохранить этип болот, өзүнүн папкасына, осы гаджет программасынын папкасына сохранить этип болот, немесе өзүңүзгө керек гаджет несине сактауга болот. Мисалы менде неде рабочий столда мен гаджет деген папка ачып койдум. Мисалы осылай таңдайбыз, гаджет, сосын окей. Сосын далее басып отуруп дагы да күтө турасыз, сосын өзү не кылады, бітеді. Сол кезде жок, өчүрөсүз, чыгасыз мына. Мисалы жаңа менин рабочий столдагы гаджетим мынау. Анын дагысы менин биринчи жасагам, экинчи жасагам көрсөтүп атканым. Орнатууду басасыз, сол кезде осындай гаджет пайда болот. Мисалы эми биз көрсөтөйүн азыр, onu isteyeyim. Сосын Counter-Strike'ти басып көрөйүк. Ашылып атыр. Күчтүү. Міне ашылды, көрүп турганыңыздай. Counter-Strike. Менде мынау башка Counter-Strike болушу мүмкүн, сондуктан да ашылмай жатыр мүмкүн. Және видеога неге түсүрүп аткандыктан да ашылмауы мүмкүн. Міне көрүп турганыңыздай истептер. Осындай гаджеттер жасауга болот. Көп рахмет тамашалагандарыңызга. Сиздер менен болгон казакча бейне сабак арнасы. Және мен Аскаров Нурмукасан. Сау саламатта болуңуздар.